Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Камшат. Бүгін сіздермен домашний осындай кеспе сорпасының рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Қажетті ингредиенттер тізімін әдеттегідей видеоның описание бөліміне қалдырамын. Алдымен қазанымызды газға қойып, астын жайлатып, сұйық майымызды құйып, қыздыруға жібереміз. Майымызды қызғанша етімізді турап, жақсылап жуып аламыз. Майымыз қызғаннан кейін етімізді бірден қазанымызға салып, крышкасын жауып, осылай қатты қуырып аламыз. Содан кейін бізге пиязымызды, картопымызды және сәбізімізді алып, майдалап турап, дайындап қоямыз. Етіміз қызарғанша 2-3 рет крышкасын жауып қойып, қуырып, араластырып, қуырып аламыз. Одан кейін үстіне жарты ас қасық тұз салып, тағы да араластырамыз. Етіміз қуырылып болды деген уақытта картопты, сәбізді, морковты общий қосып, салып араластырамыз. Кішкене қызарып қуырылғаннан кейін үстіне жарты ас қасық томат салып, тағы да араластырамыз. Достар, менің YouTube каналымда үй жағдайында пельмени жасаудың рецептісі бар. Қазір жоғарыға сілтемесін қалдырамын. Басып кіріп көрсеңіздер болады. Барлығы жақсылап қуырылып болғаннан кейін толтырып суымызды құямыз. Қайнаған су немесе мұздай суды құйсаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңызша. Жақсылап 2 сағаттай қайнатамыз. Екі сағат қайнатқан уақытта тұзы кем болса қосымша тұз салсаңыздар болады. 2 сағат қайнап болғаннан кейін мен үстіне осындай дайын кеспені салдым. Оны 5-10 минут, максимум 15 минут қайнатып, жақсылап піскенше араластыра отырып қайнатамыз.
Достар, менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Алда бұйыртса керемет рецепттермен сіздерді қуантатын боламын. Біздің керемет кеспе сорпамыз дайын болды. Сіздер де жасап, үй іштеріңізді қуантыңыздар. Ас болсын, сіздермен бірге болған Кәмшат.